Бүгінгі Рашидтағы клиентім 25 июнь 1966 жылғы 25 июнь 2027 жыл 61 жастан пенсияға шығады. Ол кісінің 98-ге дейінгі стажы 13 жыл, оны қазірде өзі жұмыс жасайды. 98-ден кейінгі стажы 26 жыл. 26 жыл плюс баласы бар. В общем, общий стажы бүгінгі дейін 40 жыл 10 айға. Уже базалық пенсияны нормадан артық орындап тастаған. Базалық пенсия негізі 35 жыл, бұл кісіде 40 жыл бар. Базалық пенсиясы шығады 65-598 теңге. Келесі жылдық есептегенде. Солидарный пенсиясы стажы нормальны. Айлыға деген енді бір айға күшті түсіп тұр, 150 мыңдай түсіп тұр бір айға. Бір жұмысынан 81 мың, бір жұмысынан 71 мың, айлығы жақсы. СМД период өте жағары, бірақ біздің өзіміздің мөлшері бар, соны алады. Сонда солидарный пенсиясы 98.936 теңге шығады. Ал енді ең қызық жері, бұл кісінің жинағында 16 миллион 800 мың ақша бар. Бұл кісіге әрине өзім жақтан выгодный вариантта айттым. Жасына байланысты 12 миллион аннуитетке өтіп алса, миллион 320 мың теңге бонус алады. И ол кісіде қалады. 16 болса, 4 миллион 800 НПФ-інде қалады. И 37 мың теңгеден бұл аннуитеттің осы адамызда пенсия түсіп тұрады. Сонымен, енді көп адам НПФ-тің алғысы келетінде бар, бірақ НПФ-ке қалдыруға мен не істемеймін, потому что НПФ-те маған күніге изетаға түспей қалып жатырлар, түспей қалып жатыр дегендер көп келгендіктен, бірақ әркім өзі біледі. Мысалы үшін 4 миллион 800 қалды, соны 1 миллион НПФ-ке қалдырып, қалған 3 миллион 800-ны өзін мақсатты пайдалануға болады. Отбасыға болсын, депозитке, басқа да нелер бар ғой, тағы да соларға пайдалануына, немесе шеше алуына болады. Үй алам деп. Сонымен бұл кісі әлі жұмыс жасайды. Келесі жылға дейін қалған ақшалары пенсия кісі түсе береді, НПФ-не жинала береді. В общем, күшті мүмкіндік бұл кісі. Жақсы ақшалар. В общем, бонусы бар. Общий пенсиясын қосам 200 мыңнан асып тұрған. Көзекін. Ал керемет, е? Бәрі адамдардың аккаунттары осындай болса ғой деймді. Қазақстанда бәрі адамдардың зарплаталары осындай болса ғой. 80 мың бір түсет, 50 мың бір түсет, 130 мыңдай бір айда түсіп тұрған. Осы жаза кетіңдерші, кімдердің айлықтары ең арзан айлық, ең аз айлық мен ойлаймын 85 мың теңге шығар деп енді. Бірақ оказывается күшті айлығы пенсия күшінде көп ақшасы барларда бар. Ондай көптір, бірақ көп емес. Орташалар көп қой, бірақ көбі максимал күн суммадалар, маған осындайлар санаулы ғана. Солай, видеоны сондайдан қарағандарыңыз үшін рахмет барлықтарыңызға.